Мен Кульбабаева Жеміс Ескаковна, химия пәнінің оқытушысы, жоғарғы инженер технолог колледжі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы атом құрылысының заманауи теориясы, атомдағы электрондар күйі, квант саны, атом құрылысы тұрғысынан периодтық заң және химиялық элементтердің периодтық жүйесі. Мақсаты: атом құрылысының заманауи теориясы, атомдағы электрон күйі, квант саны, атом мен атомдық орбитальдар құрылысы, электрондық күйі, Паули принципі, изотоптар туралы толық түсінік беру. Оқушылар, атом дегеніміз не? Дұрыс. Атом дегеніміз элементтің химиялық қасиеттерін сақтап тұратын ең кіші бөлшегі. Атом 10 зарядталған атом ядросынан және теріс зарядталған электрондарын тұратын электробейтарап бөлшек. Жалпы атом грекше бөлінбейтін деген сөз. Атом заттың химиялық жолмен бөлінбейтін ең ұсақ бөлшек. Молекула жай немесе күрделі заттардың құрамы мен химиялық қасиеттерін сақтайтын ең ұсақ бөлшегі. Барлық денелер өте ұсақ, көзге көрінбейтін, әрі бөлінбейтін, мәңгі қозғалыста болатын бөлшектер атомдардан тұрады деген болжам айтты грек философы Демокрит осыдан 2000-25 мың жыл бұрын. Атом ядросы. Атомның центрінде ядро тұрады. Кез келген ядро протондардан және нейтрондардан тұрады. Көріп отырғандай. Протондар мен нейтрондар нуклондар деп аталады. Протон 10 зарядтағы бөлшек, нейтрон бейтарап. Ядродағы нуклондардың жалпы саны массалық сан деп аталады. Z ол протон саны. Енді сол ядродағы, жалпы атомдағы нейтрон санын табу үшін жалпы масса, атомның масса санынан жаңағы реттік номерін алып тастаймыз. Сөйтіп, ядродағы нейтрон санын есептеп шығаруға болады екен. Жалпы балалар, кез келген жаңағы қоршаған ортадағы кез келген нәрсе бұл атомдардан және молекулалардан тұратынын. Жалпы көптеген ғалымдар осы атом деген бөлшекке ол не, оған қандай анықтама беруге болатынын ғалымдарды жаңағы қызықтырған екен. Соның ғалымның біреуі Эрнест Резерфорд өзінің шәкірттерімен жаңағы тәжірибе ұсынғанда атом жаңағы ядро дегеніміз бұл жаңағы өте күрделі бөлшек екенін айтып кеткен екен. Жалпы атом ол ядродан тұратын 10 зарядталған протондардан және оны айналасында теріс зарядталған электрондардан тұратынын ұсынған екен. Дәлелдеген екен және осы теорияны атомның планетарлық моделі деп атаған екен. Жалпы сол электрондарды S және P электрон бұлттарын пішінімен көрсетуге болады екен. Жалпы S пішіні бұл шар немесе сфера тәрізді, а P бұлттары бұл жаңағы гантель тәрізді болып келеді. 1925 жылы Паули принципі деген жаңағы Паулдің ережесі тапқан екен. Бір атомда квант саны бірдей 2 электронның болу мүмкін емес. Әрбір орбитальда қарама-қарсы спинді 2 электрон болу мүмкін. Егер орбитальда 1 электрон болса, онда ол жұптаспаған болып есептеледі. Екеуі болса, жұптасқан электрондар деп аталады. Ал енді әрбір жаңағы атомның қанша электрондары бар екенін және ол электрондар сол орбитальда саны неше екенін анықтау үшін мына формула арқылы анықтауға болады екен. N тең болады 2n 2 деген дәрежеде. Мысалға сіздер егерде бірінші деңгейде қанша электрон саны болатын есептеу үшін жаңағы
мына n-ның орнына 1 деген сан қоясыңдар. 1 2 дәрежеде ол 1 болады, 1-ді 2-ге көбейткенде ол 2 болады. Значит, бірінші деңгейде 2 электрон болатынын анықтап шығаруға болады екен. Солай сияқты екінші деңгейде, егер де электрон саны екінші деңгейде қанша электрон саны бар болатынын n-ның орнына біз n-ның орнына 2 деген сан қоямыз. Сонда 2 кім бұл 4, 4 2 көбейткенде 8, яғни екінші деңгейде 8 электрон болатынын есептеп шығаруға болады екен. Сонда P деген деңгейшісінде 6 электрон, D деңгейшісінде 10 электрон, F деңгейшісінде 14 электрон болады екен. S деңгейшісінде бар болғаны 2 электрон болады екен. Жалпы химиялық элементтер дегеніміз не ол? Химиялық элементтер дегеніміз атомдардың белгілі бір түрі. Химиялық элемент ұғымын алғаш енгізген ағылшын ғалымы Бойл. Жалпы балар химиялық элемент, жаңа айтып отырғандай, бұл белгілі бір түрі дейді, атомдардың белгілі түрі. То есть сол атомдар ол көзге көрінбейді, қолмен ұсталынбайды. Сондықтан оны шартты түрде осындай белгілермен жаңағы белгілермен көрсетуге болады екен. Соны ең бірінші жаңағы соны Бойл химиялық элемент атомдардың белгілі бір түрі деп осындай анықтама берген екен. 19 ғасырдың басында ағылшын ғалымы Дальтон химиялық элементті атомдардың белгілі бір түрі деп санайды. Ол кезде тек қана 31 элемент белгілі болған екен. Ал енді сол атомдарды атом элементтердің шартты түрде белгілеуге болатынын оны ең бірінші ұсынған жаңағы Берцелис деген ғалым. Сол Дмитрий Иванович Менделеев, сіз өздеріңіз білесіңіздер, бұл кісі ғалым жаңағы элементтерді белгілі болған элементтер сол кезде бар болған 63 элемент белгілі болған екен Менделеевтің кезінде. Ол кісі жаңағы сол осы химиялық элементтерді бір жүйеге келтіруге болатынын ұсынып, осыны жаңағы периодтық зан деген зан ашқан екен. Қазіргі таңда белгілі болып отырған 110 элемент. Жалпы балалар, бұл тақырыпты сіздер мектеп қабырғасында оқып келдіңіздер, бұлар тереңдету мақсатында. Енді үй тапсырмасында мына кестені толтыруымыз керек. Көріп отырғандай, жаңағы жалпы бұл тақырып бізде деген жаңағы сіздерге бұл тақырып белгілі, жаңағы қайталау мақсатында мына кестені толтырасыңдар. Мысалға мына таңбасы алюминий, ол қалай оқылады жазасыңдар, ядро заряды нешеге тең, периодтық жүйедегі орны. Жаңағы периодтық кесте бойынша оның орнын анықтап бере аласыңдар. Енді мында келесі қатарда плюс 18 деп тұр. Яғни протон саны 18-ші элемент. Яғни сіздің мақсатыңыз кестеде сол 18-ші элементті табу, оның химиялық элементтің таңбасын, оқылуын және периодтық жүйедегі орны туралы осы кестені толтырасыңдар. Ал үйге тапсырма бірінші, бірде 2 параграфты оқып келесіңдер және жаттығуларды 7-9 жаттығуларды орындап келесіңдер. Сау болыңыздар оқушылар.